Егер адам көпшілік жерде аз сөйлеп көп тыңдаса, демек ол психологиялық тұрғыдан мықты болғаны. Себебі ақылды адам әр сөздің қадірін біледі, сөздерін оңды-солды шашып басына қиындық тудырмайды. Жүрекке дүние кірсе, кең әлемді тар қылар, жүрекке иман кірсе, тар әлемді кең қылар. Басыңа сынақ түскенде дұшпаныңның айқайлағаны емес, досыңның үндемегені жаныңа батады. Егер сізге қиын кезде ешкім хабарласпаса, жақсы кезде тұтқаны көтерудің қажеті жоқ. Алдымен өлшеп ал, сосын кес. Алдымен ойлан, сосын сөйле. Алдымен түсін, сосын әрекет ет. Егер адам болмашы нәрсеге күле беретін болса, онда ол жалғыздық шырмауында. Егер адам қиналғанға қол ұшын созса, оларды үнемі қолдауға жақын болса, демек ол өзі де сондай қолдауға мәжбүр екенін білдіреді. Бірақ өкінішке қарай көпшілік оның жағдайын түсіне бермейді. Себебі мұндай адамдар қиналғанын ешкімге айтпай, іштен тынып үйренген. Егер адам көп өтірік айтатын болса, ол өзіне деген сенімсіздік белгісі. Ал егер адам көзге көп көрінуге тырысса, демек ол бала күнінде мейірім мен махаббатқа аз бөленген деген сөз. Егер адам болмашы нәрсеге жылай берсе, демек оның жүрегі таза, өзі мейірімді болғаны. Егер адам ашушаң болса, демек оның жарасын жасырған, өзгелерге айта алмайтын жан жарасы болғаны. Егер өмірден шаршасаңыз, онда соқырға көзіңді, мылқауға тіліңізді, саңырауға құлағыңызды беріңіз. Сіз бағаламайтын нығметтерді олар аңсайды. Табыс ерте тұрған адамға келеді деп есептеледі. Жоқ, табыс жақсы көңіл күйде оянған адамға келеді. Ақылды адам ертеңгі күнін ойлайды. Ақылсыз адам бүгіндікпен ойнайды. Өтіріктен тілін тия алмаған адам арамдықтан шындығын тия алмас. Адам топ әскерді алдап өлімге апара алса да, өзіне зұлымдықты қойғыза алмайды. Сақ адам сандығын бекіте алады. Есті адам тілін тия алады. Бірақ ешкім ойын тия алмайды. Бәріне қанағат қыл да, адал еңбек қыл. Қызыл гүлге қызығып сайраған бұлбұл, гүл соларын білгенде зарламай қайтсын. Алауға қанша отын салсаң, сонша жылу қайтарады. Адамдарға қанша мейірімділік жасасаң, Алла сонша жақсылық қайтарады. Егер өздеріңнен жоғары адамдарға қарамақшы болсаңдар, әуелі өздеріңнен төмен адамдарға қарап алыңдар. Үнемі шағымданып отыратын адамдардан аулақ ұстауға тырысыңыз. Егер олардан құтылу мүмкін болмаса, ол адамның шағымын үнсіз тыңдағаннан гөрі әңгіме сарынын көңілді әңгімелерге ауыстырып жіберген дұрыс. Егер сені ешкім қадір тұтпаса, мұның себебі өзіңде екенін ұмытпа. Өз уақытын ұзақ дегенде бір сағатқа рәсуа қылуға бел байлаған адам, өмірінің бар қадір қасиетін түсінуге шамасы жетпеген тоғышар. Ең үлкен қате ешқашан қателеспеймін деп ойлау. Әлсіз ақмақтар ғана тіршілік етеді. Ешкімге күнім түспейді деп кеудесін керген адам қатты қателеседі. Бірақ өзгелер менсіз күнін көре алмайды деп кердеңдеуші адам
одан бетер қате жасайды. Жаманға айтқан ақылың ағып кеткен селмен тең. Адам ақылсыздығынан азбайды. Ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылық жоқтығынан азады. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Уайым қайғының ішіне кіріп алып, шығар есік таба алмай қамалып қалу ант ұрғандық. Мінезі жаман адамға енді қайтып жуыспа. Тәуір көрер адаммен жалған намыс қуыспа. Басында батпан міні көп, кісі айыбын тергеген. Дәулет бітсе жаманға сәлем берер жеңменген. Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде. Алауға қанша отын салсаң, сонша жылу қайтарады. Адамдарға қанша мейірімділік жасасаң, Алла сонша жақсылық қайтарады. Абайлап сөйле аузыңа. Дұшпанның бірі тіл деген, өзіңе жеңіл болғанмен өзгеге ауыр зіл деген. Бақыттың мәні не деп іздесеңіз, ешқашан бақытты бола алмайсыз. Өмірдің мәнін іздесеңіз, ешқашан өмір сүрмейсіз. Дым бермесең түк алмайсың. Сені ешкім сүймесе, ол бақытсыздық емес. Бақытсыздық өзің ешкімді сүйе алмауың. Ақшаға сатып алатын заттар өмірдің ғажабы бола алмайды. Кейде өткен өмірі нашар болған адамдар ең көркем болашақты құрады. Біз бұл өмірге қонақпыз. Бір күні біз ешқашан оянбайтын күн келеді. Сондықтан әрбір сәттің қадірін біл. Ең үлкен қиындық күту. Ең бастысы өзіңізге өзіңіз өтірік айтпаңыз. Жақсымын деп мақтанба, халық айтпай, батырмын деп мақтанба, барып қайтпай. Жақсылықты есеппен жасама, рахмет күтпе, жақсылығыңды міндет етпе. Алла жолында не берсек те, қандай қайыр жақсылық қылсақ та сөзсіз, ол өзімізге қайтады. Ол Алланың уәдесі. Жақсылық ағаш басында, жамандық аяқ астында. Жақсылық қылсаң өзіңе, жамандық қылсаң өзіңе. Аспанға қарай оқ атсаң, қайтып тиер көзіңе. Жақсының соңынан көп ереді, жаманның соңынан шөп ереді. Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем. Кісіні кейде таршылық сынайды, кейде баршылық сынайды. Күлімсіре, жұмсақтық таныт. Адам кейде бір ауыз жылы сөзге зәру болуы мүмкін. Тау мен тасты су бұзады, адам затты сөз бұзады. Адамның айтқан 1000 сөзінен гөрі жасаған бір ісінің қандай екенін көрсетіп береді. Бүгін сағы сынды деп жақсыны басынба. Қиын қыстау күн туса, сол табылар қасыңнан. Халықтың қасиетін кетіретін 3 нәрсе бар. Және ол 3 нәрсені жоқ қылады. Ғалымдар мен қарттарды сыйламаушылық кісінің келешегін жояды. Елді басқарған үкіметті сыйламау ел ішінің бірлігін жояды. Асты күтпей ысырап ету берекені кетіріп, ашығуға апарып соғады. Әркімнің ішкі нұр сәулесінің 3 аты бар. Ол еңбекқорлық, жақсылық, кішіпейілділік. Жаның ауырып тұрса да күлімде, сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Рахатқа бола 5 күнгі, ренжіте көрме ешкімді.